Жүректің соқыр болуы, зұлымдар сөзінде тұрмады. Ай екі жарылса да, ештеңе өзгермеді. Қырсық қыңырлар Мұхаммедке сол күйі мойындаған жоқ. Теке тірес, кекетіп мұхату, аяқтан шалу, қорлау, өлең шығарып өсек тарату жалғасып жатты. Миға симай мұғжиза көрсетсе де, адамдар ақиқатты мойындамады. Бұл Құзайпа есімді жігітті қатты ойға қалдырды. Ол пайғамбарға келіп, «Я Расулалла, мен осы бір нәрсеге қайран қалам. Сізден сұрасам бола ма?» дейді. Сонда пайғамбар, «Я Құзайпа, айта бер, құлағым сенде. Сіз неше жылдан бері елді жақсылыққа үгіттеп, дінге шақырып келесіз. Бір Құранның өзі біздерге қаншама өзгеріс әкелді. Шаңырағы қирап, оты өшуге айналған талай адамға бақыт сыйладыңыз. Мұндай ілімге басиып, одан жақсылық таппаған жан қалмады. Кеше аспандағы айды жарып, ұлық Алланың қандай құдірет иесі екенін тағы бір паш еттіңіз. Бірақ сонда да ештеңе өзгермеді. Олар баяғыша пұттарына басырып, надандықта әлі жүр. Құлағы бар, көзі бар адам ақиқатты айыратын кезі болған жоқ па? Бірақ неге олар селк етпейді? Сонда пайғамбарымыз, «Мен саған Құраннан бір аят айтайын. Ұлық Алла құпылдарға қараңдар. Олар жердің бетін кезіп, талай жерді аралайды. Бірақ одан ақылы бар ғибрат алмайды. Басында екі құлағы бар, бірақ онымен ақиқатты естімейді. Маңдайында көзі бар, бірақ онымен жаралы сырларын көрмейді. Шындығында олардың көзі соқыр емес, кеудесіндегі жүрек көзі соқыр деген. Сондықтан адам ақиқатты бас көзімен көрмейді. Жүректегі мінсіз ақылдың сәулесімен ғана көреді. Сен айтып отырған біздің бауырларымыздың жүрек көздері соқыр. Олар жүрегіндегі рухани мерездің азабын тартушы, бақытсыз жандар. Менің міндетім оларды сөгу емес, қолымнан келгенше көкірек көздерін ашу. Я Расулалла, жүректің көзі неден соқыр болады? Ол былай, ұлық Алла адамға ақыл деген жауһар берген. Ол жауһардың өзіне тән сипаты бар. Жаралыстан ғибрат алып, терең ойлануға дағдыланса, адам ақылы нұрланып шарықтай береді. Бірақ ақылдың да жауы бар. Адамның жүрегіне сәт сайын оспадор ойлар қаулаған қамыстай толассыз кіріп жатады. Міне, осы кезде мықты мұсылман жүректегі күзетін күшейтуге міндетті. Ойды сүзгіден өткізбестен, көңіліне сіңіріп, тілімен айта беретін болса, ол ақылдың айнасына қарадақ болып жапсады. Ал егер ойға сақ болып, тілін бос сөзден тиятын болса, көңіліне нұрлы сәуле құйылады. Сәулелі ойға ер болып, күзетті күшейтетін болса, жүрегі ағарып, ақылы нұрланады. Жүрегі ағарған, іші нұрға толған адамға қияметке дейін зиян зақым болмайды. Ол қылдай қиянаттан бойын аулақ ұстайды. Қылп еткен күнәнің ізін сезіп тұратын зерек болады. Я Расулалла, жүректі күзетпесе не болады? Егер күзетпей, күпір ойды ішке өткізіп, тілден шығаратын әдеттен тыйылмаса, жүректің ішін қара тот басады. Ол қап-қара күлдің күйесі сияқты түрге енеді. Пасық ойлар ішке әбден толған кезде жүректің көзі бітеледі. Оған қақтың сәулесі түспейді. Сәуле түспеген соң жүрек бұзылып, ақыл айнасы өшеді. Соқыр жүрек төңкерілген құмырадай болып, ішіндегі бар асылынан айырылады. Сонда жүректен не кетеді? Асыл деп нені айтып тұрсыз? Мейірім, махаббат, ынсап, әділет, кешірім, ар-ұят, ождан, намыс жүректің қазынасы. Адамның жүрегі арам ойлармен құрттап тесілетін болса, осы қазыналар шашылып төгіледі. Ондай адамның құлағына құйған сөзің далаға кетеді. Олар арсыз істі арланбай жасайды. Жақсылық пен жамандықтың парқын білмейді.
Я Расулалла, сіз бір сөзіңізде жүрек дененің патшасы, тәнді сол басқарады дегенсіз. Бұл қалай болғаны? Наданның дене мүшесін, жүріс тұрысын, мінез құлқын, енді жүректің қалауы емес, құлқының әмірі басқарады. Ол өлгенше құлқынға ләззат сыйлап, рахат пен құмарлықтың құлы болады. Сондықтан титтей қателік жіберсеңдер, дереу тәубә етіп кешірім тілеуді үйреніңдер. Егер ұсақ күнәға мән бермей, енжар қалыпта жүре берсеңдер, сол күнә татқа айналып, жүректің көзін көрі қылады. Көкірек көзін соқыр қылған қараңғылық пердесін ұлық Алла маған Ран деген атпен Құранда паш еткен. Бұны естігенде Құзайпаның түрі бұзылып, жүрегі су ете қалады. Ол ішінен менің де жүрегімнің көзі соқыр емес пе екен деп бір сәтте уайымдап кетеді. Ол пайғамбардан кірленген жүректің көзі неден тазарады? Оның бітелген көзін күнәдан аршудың жолы бар ма деп сұрайды. Қарайған жүрек көздің жасымен ғана тазарады. Сондықтан бұл дүниеде көбірек жылаңдар, азырақ күліңдер. Мүмкін болса жетімнің басынан көп сипаңдар. Жетімнің көңілін менен артық білетін ешқайсың жоқ. Естеріңде болсын, көңілі соқыр надандар қияметте көр қалпында тіріледі деп сөзін аяқтайды.